Сәлем достар, біз бүгінгі сабағымызда рационал сандарды бөлу тақырыбына берілген 521 есепті шығарамыз. Бұл жерде есептеңдерде беріліпті. Ең алдымен бірінші 10,8-ден 1-ді біз ондық бөлшек түрінде жазып алсақ, бізге есебіміз оңай болады. Демек, 10,8-ден 1-ді ондық бөлшекке айналдыратын болсақ, 10,125 шығады. Азайту 17 бөлінген 2,175, азайту 7,6. Енді 10,125-тен 17-ні азайтатын болсақ, бізде кіші саннан үлкен санды азайтатын болсақ, бізде теріс сан шығады. Минус 6,875 деген сан шығады. Енді бұны 2,175-ке бөліп, шыққан мәнен 7,16-ны азайтамыз. Яғни минус 6,875-ті 2,175-ке бөлетін болсақ, бізде минус 2,5 шығады. Себебі теріс санды оң санға бөлетін болсақ, бізде яғни таңбалар әртүрлі болғандықтан теріс сан шығады. Азайту 7,6. Екі теріс санды қосып жібереміз, яғни минус 10,1 деген сан шығады. Келесі екіншісі, аралас сандарды бұрыс бөлшек түрінде жазып алайық. Минус 3 тұра береді. 2-ні 3-ке көбейтіп 2-ні қосатын болсақ, 8. Минус 21 тұра береді. 21-ді 2-ке көбейтіп 4-ті қосатын болсақ, бізде 46 шығады. Бөлімдер әртүрлі болғандықтан ортақ бөлім береміз. 1, 7, минус 8-ді 7-ге көбейтетін болсақ, минус 56. Азайту 46-ны 1-ге көбейтсек, 46 шығады. Бөлімін 21 шығады. Сонда екі теріс сан қосылады, минус 102 бөлімі 21 болып тұра береді. Енді осы шыққан санды 21-ден 17-ге бөлеміз. Яғни минус 21-ден 102. Мына жерде бөлу, жай бөлшектерді бөлу үшін бірінші бөлшектің өзін жазып, екінші көбейту етіп, екінші бөлшектің орнын алмастырамыз. Бірден жазып кеттім. 21 мен 21-ді қысқартамыз. 102 мен 17-ні қысқартамыз. 17-ге 1-ден 102-ге 6-тан береміз. Енді минус 6-ны 1-ге көбейтетін болсақ, бізде минус 6 шығады. Енді осы минус 6-ны 5,1-ге қосамыз. Яғни минус плюс таңбалар әртүрлі болғандықтан азайтылып кетеді. Минус 0,9 деген сан шығады. Келесі үшіншісі 0,175-ті бөлеміз минус 20-дан 3-ке. Осы 0,175 деген ондық бөлшекті біз жай бөлшек түрінде жазып аламыз. 4-тен 3 деп жазсақ болады, немесе 100-ден 75 деп жазсақ болады. Бізге 4-тен 3 деп жазамыз. Мына жерде бөлу, жай бөлшектерді бөлу үшін көбейту, бірінші бөлшектің өзін жазамыз, көбейту етіп, екінші бөлшектің орнын алмастыратын едік. Мына жерде минус. Енді мына екеуін қысқартып жібереміз. 1, 1, мына жерде 1, мына жерде 5. Сонда минус 5 шығады. Енді мына екеуін бөліп аламыз. 8,4 көбейту етіп, мына екінші бөлшектің орнына ауыстырамыз. Минус 2-ден 3. Енді бұл жерде 8,4 пен 2-ні қысқартып жүруге болады. Мынау 1, мынау 4,2. Сонда 4,2-ні көбейтеміз минус 3-ке. Екеуін көбейтетін болсақ, минус 12,6 шығады. Енді мына бірінші бөліндінің мәні минус 5-ке тең болды. Азайту, екіншісінікі минус 12,6-ға тең болды. Сонда минус 5, минус пен минус қосылып, 12,6, екеуі азайтылады. Сонда 7,6 деген сан шығады. Келесі, төртіншісі. Бірінші 7,6-ны минус 1,15-тен 4-ке бөліп аламыз. 7,6 көбейту деп, мынаны бұрыс бөлшекке айналдырып аламыз. Минус 15 былай тұрады. 1-ді 15-ке көбейтіп 4-ті қосатын болсақ, 19 шығады. Енді 7,6 мен 19 қысқартып жібереміз. Мынау 1, мынау 0,4. Сонда 0,4-ті минус 15-ке көбейтетін болсақ, бізде минус 6 деген сан шығады. Енді келесі минус 9,175-ті 1,12-ден 1-ге бөліп аламыз. Мынаны енді минус 9,4-ден 3 деп жазсақ болады, немесе 100-ден 975 деп жазсақ болады. Минус 9,4-ден 3-ті бөлеміз 1,12-ден 1-ге. Бұрыс бөлшекке айналдырып аламыз. 4, 36, 39. Көбейту етіп, екіншісін орнына ауыстыруға болады. Мына жерде 13 болады. 1-ді 12-ке көбейтіп, 1-ді қоссақ 13. Енді екеуін қысқартып жібереміз. Мына жерде 1, мына жерде 3. Мына жерде 1, мына жерде 3. Сонда не болады? Минус 3-ті 3-ке көбейтетін болсақ, минус 9 шығады. Ал енді азайтамыз. Бірінші бөліндіден минус 6 шықты. Азайтамыз. Екінші бөліндіден минус 9 шықты. Тең минус 6, минус плюс 9. Енді таңбалар әртүрлі болғандықтан азайтылады. 9-дан 6-ны азайтсақ 3.